Сәлем балалар, бүгін 118-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сын есімдерді ажыратамын, сурет бойынша мәтін құрастырып жазамын. 59-ші жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Ертіс үлкен өзен, оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Мәтіндегі сын есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Бірінші сөйлемде үлкен, қандай өзен? Үлкен өзен. Өзен сөзімен байланысып тұр. Екінші сөйлемде сәулетті. Қандай? Сәулетті қалалар. Қалалар сөзімен байланысып тұр. Үшінші сөйлемде құнарлы топырақ. Қандай топырақ? Құнарлы топырақ. 60-ші жаттығу, сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Үлгі бойынша тақтай сөзіне сын есім тапқан екен, енді біз дала және көл сөзіне жазамыз. Қандай дала? Үлкен дала. Қандай дала? Жылы дала. Әдемі дала. Екінші көл. Қандай көл? Терең көл. Салқын көл. Тұщы көл. 61-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Түрі шар сияқты, түсі қып-қызыл, дәмі бал сияқты. Жұмбақтың шешуі шие. Сын есімді тап. Жұмбақта сын есім қып-қызыл. Қандай? Қып-қызыл. 62-ші жаттығу. Шиені сипаттап, мәтін құрастырып жаз. Мәтінде шиенің дәмін, түсін, түрін және пайдасын айтып өту керек. Шиенің түсі қып-қызыл, жапырағы жасыл болады. Шие дөңгелек шар тәрізді. Шиенің дәмі тәтті болады. Шие асқазан ішек жолдарына, сонымен қатар бауыр ауруларына да ем болады. 63-ші жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Мағынасын түсіндір. Бірінші мақал. Мәуелі ағашқа тас атпа. Мәуелі ағаш деп отырғанымыз жеміс салынған, жемісі бар ағаш. Яғни жеміс бар ағашқа тас атпа. Себебі ол ағаш бізге жемісін береді. Біз тас ататын болсақ, ол жемістері жерге төгіліп, ысырап, обал болады. Ал екінші мақалымыз берекелі елден мереке кетпес. Берекелі елде әрқашан қуаныш, шаттық, күлкі болады. Сол үшін мереке кетпес деп айтып тұр. Сын есімдердің астынсыз. Бірінші мақалда мәуелі сөзі сын есім, екінші мақалда берекелі сын есім. Жарайсыңдар балалар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін тіркеліп кет.